Отбасылық қарым-қатынасты қалай жақсартуға болады? Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Бүгін біз отбасылық қарым-қатынастарды қалай жақсартуға болатыны туралы сөйлесеміз. Бұл өте маңызды тақырып, өйткені отбасы біздің өміріміздің негізі. Біріншіден, бір-бірімізге уақыт бөлу керек. Күнделікті күйбең тірліктен қол босатып, отбасыңызбен бірге қызықты іспен айналысыңыз. Бірге тамақ ішіп, фильм көріп немесе серуендеуге шығуға болады. Екіншіден, бір-бірімізді тыңдап түсінуге тырысайық. Әр адамның өз ойы мен сезімі бар. Сондықтан оларды құрметтеу керек. Үшіншіден, кешірімді болайық. Өмірде қателіктер болып тұрады. Ең бастысы, олардан сабақ алып, алға жылжу. Төртіншіден, махаббат пен қамқорлықты көрсету. Отбасыңызға жылы сөздер айтып құшақтаңыз. Кішкентай сыйлықтар жасауға да болады. Есіңізде болсын, отбасы бұл үлкен байлық. Оны қорғап, қадірлеу керек. Осы кеңестер сізге отбасылық қарым-қатынастарыңызды жақсартуға көмектеседі деп сенемін. Сау болыңыздар.